ана Тина деген қатын қандай шөп жеген, не деп оттағанын естідің бе? Ой, қошқар, ондайлардың осыған дейін оның көрдік. Біз секілді 4 аяқтатып жіберіп, отарға қосса қалай сайрайтынын көрерім. Ендеше малдың монологын бастайықшы. Арнаға жазыл, лайк бас. Тбилисидің топырағында қаны тамған мен орыстың ортасында орнын тапқан бұл кәндек Кәнделәкидің қазақтарға тіл тигізгені қайткені. Уральск темір жолын Орал өзенді жаңа өзен деп атауын өзгерту туралы әңгіме шыққанда жын кірген перідей ыршып түсті. Я нормальная. Қазақстанда осы қадаммен орыс тілін ығыстырып жатыр дегені қайсасқаны. Онсыз да отарлықтың санадағы қамытынан қазақ әлі күнге толық арыла алмай келеді. Әйтпесе 30 жылда Теріскейдегі Петропавлды, Қызылжар, Павлодарды кереку етуге болар еді ғой. Бірақ оған биліктің көті шыдамайды, көршісінің көңіліне қарайды. Енді ең болмаса темір жол атауын қазақшылаймыз ба дегенде мынадай кәндектерің өріп шықты. Тинаны осыған тасада отырып түркілейтіндер бары айтпаса да түсінікті. Могу похвастаться и сказать, что я прям хорошо продаюсь. Қазақстанда асымызды ішіп, Ресейге барғасын басымызға тышқан Жириновский өлген соң эстафетаны Сарай бұлбұлы Тигран Кеосаян Думаның кей депутаттары алды. Енді бұл тізімді Тина толықтырды. Бәрінің көксегені елдің жоқ, орыссыз күнің қаран деген утопиялық идеология. Целую нацию пытаются стереть как аккаунт в соцсетях. Блогер Динара Сәтжанның жауабынан соң бұл кәндегін қазақты енді мәңгүртпен теңепті. Біздің билік естісе де меңіреу. Ең болмаса сыртқы істер министрі Тинаның тілін тартсын деп орыс әріптестеріне доқ көрсетердей жөні бар ғой. Жай ғана жұта салды. Тинаның айтатындай-ақ бар екен. Шығатын жағы аяқпын. Теке, осындай жағдай болып жатыр. Қорсын қошқар, мал екеш, малдың өзінде ондай беспределге жол берілмейді. Арнаға жазыл, пікір қалдыр, айтарымыз алда.